Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулықты қалай күтеміз. Сабағымыздың мақсаты иммунитет сөзіне түсінік беру, денсаулықтың маңыздылығы және күтімі туралы түсіндіру. Ағатай, далаға шығып ойнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Үйде отыру керек. Тиетін суық тиіп болды ғой. Бұдан басқа ауырып болмайтын шығармын. Ауруды асқынып алмау үшін дәрі-дәрмек ішіп үйде отыру керек. Ағатай, ауырмаудың амалы бар ма? Амалы бар. Ол үшін иммунитетті күшейту керек. Ол не? Адамда ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Денсаулықтың мықты болуы өзімізге байланысты екен ғой. Енді мен дұрыс тамақтанамын. Енді мен тазалықты сақтанамын. Жаттығуды да жасаймын. Міне балалар, сендер де балжан достарың сияқты өз денсаулықтарыңды күтіңдер.